Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін ананастан тотықұш жасайтын боламыз. Ең алдымен ананастың басын осылай кесіп аламыз және жан-жағын икемдеп ананастан тотықұстың денесін дайындайтын боламыз. Мына бізде басы мен денесі болады. Қарап отырсаңыздар, ананастың қазір жапырақтарын жарты бөлігіне дейін алып тастаймыз. Видеоны мұқият қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті болады. Міне енді қазір басын дайындап жатырмыз. Тотықұстың жақсылап жан-жағын домалақтап, икемдеп алып тастаймыз артықтарын. Міне артық жапырағын бәрін кесіп алып тастайсыздар. Осылай домалақ қылып дайындайсыздар. Енді тұмсығын жасап жатырмыз. Сәбіздің ұшын алып кесіп алғаннан кейін осындай ағаш таяқшаға салып орнатамыз. Қараңыздар, тура тотықұстан айнымай қалады тұмсық салғаннан кейін. Екі көзін осылай тесік жасап алып, қара домалақ бұрышты орнатамыз. Енді ананастың астыңғы бөлігін алып, ішін корзина дайындайтын боламыз. Міне астыңғы бөлігін бәрін кесіп алып тастамайсыздар. Кішкене ғана бір жағын ғана кесіп итерсеңіздер, іші шығады. Енді ішіндегі алған ананастың бәрін төртбұрыштап кесіп алып, жаңағы корзинамызға орнатамыз. Мінеки бәрін орнатқаннан кейін өздеріңізге қалағандай етіп сәндеп дастарханға қоясыздар. Өте креативно болып көрінеді. Қонақ келген кезде дастарханыңыздың сәні болады. Осыны жасап көріңіздер, өте керемет көрінетін болады. Сау болыңыздар.